Шәкірттер, біздің бүгінгі грамматикалық сабағымыздың тақырыбы үстеу, мекен үстеулер және көмекші есімдер деп аталады. Яғни мекендік қатынастың берілуі, соның ішінде мекен үстеулері жөнінде және көмекші есімдер, яғни көмекші сөздердің ішіндегі көмекші есімдерге тоқталмақшымыз. Үстеу дегеніміз не? Үстеу іс-әрекеттің қимылдың сандық сапалық белгісінің сипатын жай-күйін білдіреді. Үстеу грамматикалық тұлғалар арқылы түрленуге, өзгертуге көне бермейді. Тұлғасына қарай біз бұларды дара үстеу дейді екенбіз. Түбірінен қосымшаға бөлшектенбейді. Мысалы, ерте, тез, жоғары, қазір, жылдам, шапшаң, кеш деген сөздерді осы дара үстеуге жатқызамыз. Ал енді туынды үстеулер бар. Бұл екі түрлі жолмен жасалады. Сөз тудырушы жұрнақ жалғау арқылы басқа сөздерден туынды үстеу жасалады және кейбір сектор жалғауларына көнеленіп, түбірге сіңісіп кету арқылы да туынды үстеулер жасалады екен. Мағыналық топтарды қарай біз үстеулерді 7 топқа бөліп қарастырамыз. Мезгіл үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу, мөлшер үстеу, күшейткіш үстеу, мақсат үстеу және себеп салдар үстеу. Мекен үстеу іс-әрекеттің орындалатын орнын, мекенін білдіреді. Қайда, қайдан, қалай қарай деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, кейін, алға, артқа, әрі бері, ілгері, кейін, әрмен қарай деген сияқты мысалдарды осы мезгіл мекен үстеуге жатқызуға болады. Мезгіл үстеу қимылдың іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Қашан, қашаннан бері, қашанға дейін деген сияқты сұрақтарға жауап береді. Бүгін, былтыр, биыл, таңертең, бүрсігүні, ала жаздай. Үшінші сын қимыл немесе бейне үстеу іс-әрекеттің қимылдың амалын, тәсілін, сын бейнесін білдіреді. Қалай қайтып, қалайша, кімше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, тез, жылдам, бетпе-бет, ақырын, бірден, әрең, жиі деген мысалдар келтіруімізге болады. Мөлшер үстеулер сынның немесе қимылдың көлемдік дәрежесін, мөлшерін, шамы шартын білдіреді. Қанша, қаншама, қаншалық деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, қыруар, біршама, әжептәуір, неғұрлым, моншама дейтін мысал келтіруімізге болады. Күшейткіш үстеулер іс-әрекеттің сынның сапасын, белгісін не солғындатып, не күшейтіп көрсетеді. Қалай, қандай деген сұраққа жауап береді. Тым, өте, ең, тіпті, әбден, мүлдем, нағыз, керемет, аса деген үстеулерді мысалға келтіре аламыз. Ал мақсат үстеу іс-әрекеттің қимылдың орындалу мақсатын білдіреді. Қалай, не мақсат деген сұраққа жауап береді. Қасақана, әдейі, жорта, әдейлік деген мысалдарды келтіруге болады. Себеп салдар үстеу қимылдың іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Не себепті, неге деген сұраққа жауап береді. Құр босқа, текке, амалсыздан, шарасыздан. Осы жерде біз үстеудің мағынасына қарай 7 түрін көрсеттік. Бұлардың барлығы үстеулер негізінен етістік сөз табымен тіркесуге бейім. Осылардың ішінде күшейткіш үстеу негізінен сын есімдермен де тіркесе алады екен. Тым күшті, өте қымбат, ең жақсы, тіпті керемет деген сияқты сөздерді біз тек етістіктерге ғана емес, сонымен қатар сын есімдермен де тіркестіре алады екенбіз. Ал мекен үстеу, яғни іс-әрекет қимылдың болу орнын, мекенін, бағытын білдіріп, қайдан, қалай қарай деген сұрақтарға жауап береді. Құрам жағынан негізгі түбір үстеу, туынды түбір үстеу, күрделі түбір болады. Мекен үстеулер негізінен етістікпен тіркеседі, жаңа айтып кеттік. Ілгері, кейін, ілгері қозғалды, кейін шегінді, әрі жүрді, бері келді дейтін болсақ, жолшыбай тоқтады дейтін болсақ, мысалы, тұстан келді, алдартты, арттан қарады дейтін болсақ, міне барлығында үстеудің етістікпен тіркесіп тұрғандығын көреміз. Алда мұнартып тау көрінді. Алда көрінді, яғни мына жерде көрінді деген етістікпен тіркесіп тұр бұл жерде де. Жол жөнекей ағаштар өсіп тұр, жол жөнекей өсіп тұр, тағы да етістікпен тіркесіп тұр. Көлдің ағысы ілгері қарай ағып жатыр дегенде де, ілгері қарай дегеніміз ағып жатыр деген етістікпен тіркесіп тұрғандығын байқаймыз. Яғни үстеулер негізінен етістіктің белгісін білдіреді деп айта аламыз. Етістіктің белгісін білдіре алады деп айтады екенбіз. Міне біздің осы үстеулердің ішінде әсіресе мекен үстеуге ерекше тоқталып отырмыз. Яғни мекен үстеу қайда, қайдан, қалай қарай деген сұрақтарға жауап береді және негізінен етістікпен тіркесетіндігін байқайды екенбіз. Енді біз негізінен сөздерді таптастырған кезде
атаушы есім, көмекші есім және одағай сөздер, атаушы сөздер, көмекші сөздер және одағай сөздер деп үлкен үш топқа бөліп тастаймыз. Көмекші сөздердің өзін төртке бөледі екенбіз. Көмекші есім, көмекші етістік, шылау және модаль сөз. Соның бірі, яғни көмекші есім. Көмекші есім. Негізі көмекші сөздерге тән ең негізгі белгі, олардың мағынасы солғындап, әлсіреп, жеке тұрғанда белгілі бір сұраққа жауап бере алмайды, белгілі бір сөйлем мүшесінің қызметін атқара алмайды, толық мағыналы бір сөздің шылауында жүретін сөздер. Міне, сол көмекші сөздің бір түрі көмекші есім екен. Негізгі сөздерге терминдер жұмсалып, олардың кеңістікке, уақытқа қатысын толықтырып нақтылап тұратын сөздер. Мысалы, алып, арт, аст, қас, маң, жан, іш, түп, сырт, бас, бет, шет, түс, бой сияқты толық лексикалық мағынасы жоқ сөздер жатады. Яғни, мына жерде алды, есіктің алды, есіктің арты, болмаса үстелдің асты, үстелдің үсті дейтін сөздер алып қарайтын болсақ, бұның барлығының түбірі алт, арт, аст, үст болып бөлінеді. А дегеніміз бұлардың тәуелді жалғауының үшінші жағы. Жалғанып тұр, яғни көбінде, яғни бұлар ылғи да сол тәуелді жалғауының үшінші жағында келеді екен. Толық мағыналы бір сөзбен тіркесек. Ауылдың шеті, ауылдың жаны, ауылдың төңірегі, ауылдың маңы, көпірдің асты, көпірдің үсті, көпірдің бойы деген сияқты. Мысалы, екі көшенің арасы, екі үйдің арасы деп осылай біз көмекші есімдерді жіктеп көрсетуімізге болады. Кейбір көмекші есімдер қыс, жаз, түн тәрізді сөздермен тіркесіп беріп, оларды мезгілді жағынан нақтылап дәлдеп тұрады. Мысалы, қыстың басы, түннің ортасы. Көмекші есімдер өз тіркескен негізгі сөздермен көбінесе изофектік байланыста қолданылады. Мысалы, өзеннің бойы, ауылдың сырты, қаланың маңы, құдықтың түбі, жолдың үсті, айдың ортасы, жылдың басы, аптаның аяғы. Бұлар сөйлемнің дербес мүшесі болып қолданыла алмайды. Негізгі сөздермен тіркесіп барып, сөйлемнің бір мүшесі болады. Онда да мүшесі болған кезде күрделі мүшенің құрамына енеді екен. Ауылдың жаны Тереңсай десек, мұндағы ауылдың жаны деген күрделі бастауыш. Яғни, күрделендіруге, сөйлем мүшелерін күрделендіруге қатысатын элемент деп айтамыз көмекші есімдерді. Осы сөйлем мүшесін күрделендіруге қатысатын элементтердің бірі деп айтады екенбіз. Сонымен көмекші есімдерге тән белгі деген кезде біз олардың біріншіден мағынасы солғындаған, әлсірегендігін айтуымыз керек. Екіншіден, жеке тұрған кезде еш уақытта белгілі бір сұраққа жауап бере алмайды, және дербес тұрып, сұраққа жауап бере алмағаннан кейін дербес тұрып сөйлем мүшесінің де қызметін атқара алмайды. Тек толық мағыналы сөзбен тіркесіп қана барып, күрделі сөйлем мүшесінің қызметін атқарады екен. Рахмет.